келе қызым жасап берейін. Қызым бұл бесікті негізінен ағаштан жасайды. Ағаштан, талдан, қарағайдан жасайды. Көбінесе бұл бесікті жаңағы талдан жасайды. Себебі жаңағы ою-өрнектер салуға, майысуға ыңғайлы болғасын. Оның ағаштан жасайтын себебі бұл жаңағы экологиялық таза, сәбидің денсаулығына зиян келтірмейтін, ою-өрнектер салуға ыңғайлы болғандықтан ағаштан жасайды. Бұл бесікті өзінің жаңағы арнайы ойығы болады. Бұл бесіктің жаңағы сәби жатқанда жылы жату үшін, таза жату үшін жаңағы дәрет шүмек салатын орнына дәрет жағатын шүмек салатын орнына салайды. Оның жасаулары болады. Жалпы енді қазақта бесікті бұл киелі санайды. Бесіктің ағашы жаңағы ұрпақтан ұрпаққа жалғас болу үшін деп қазақтар бұны киелі санайды бесікті. Енді қызым бұның қалған жасауларының бәрін анаңа берейін, анаң саған жасап бере алсын. Иә қызым, бесігіне қуыршағыңа біздер кішкентай мынандай көрпешелер тігеміз. Бұл көрпешелерге әдемілеп қазақтың оюларын салдық. Әр оюдың өзінің мағынасы бар. Мысалы, жапырақ немесе гүлдің белгісі ол әсемдіктің белгісі. Түйемұрын деген оюлар болады. Олар молшылықтың, тоқшылықтың белгісі. Міне осындай етіп, әдемілеп бесігіне, қуыршағының бесігіне біздер осындай көрпешелер қуыршағымды жатқызайық. Оны қуыршақты жатқызғаннан кейін мынандай баулықтармен байлаймыз. Себебі кішкентай сәби құлап кетпеу керек бесіктен, ұйқысы тыныш болу керек. Бесікті байлап, әр сәбидің ұйқысы тыныш болу үшін бесіктің бас жағына қамшы салады, батыр болсын, ержүрек болсын деп, және бесікке үкі тағады, тіл-көзден аман жүрсін деп. Бесікті болғаннан кейін қызым жауып қояды өзінің әдейі жаулықтармен, балаға жаңағы ешқандай жел тимесін, салқындық келмесін, ұйқысы тыныш болсын деген белгімен. Міне бар қызым, қуыршағың тәтті ұйқыға ұйықтасын. Қызым, өзіңнің ұйықтайтын көпшігіңді алып берші, мен саған сол құрақтың мағынасын айтайын. Қызым, бұл құрақ көрпе қазақ халқы өте дана халықта ысырапшыл болмас деп осындай етіп құрақтан ағайынымыз бір ауыз болсын, біз өзіміздің отбасымыз сияқты ауызбіршілік болсын деген мағынада осындай құрақтан төсектер, жабдықтар, көпшіктер тіккен екен. Мына көпшігің сенің осындай мағынада тігілген екен. Және қызым, жаңағы айттым ғой, осындай оюларды біздер қолмен немесе мынандай әдейі іс машиналармен де тіге аламыз. Қазіргі заманауи іс машиналармен оюларды тігіп шыға аламыз. Сонда бізде осындай әдемі оюлар шығады. Қызым, алда біздің үлкен Наурыз мейрамы келе жатыр. Сондықтан қазақ халқы өте қонақшыл халық. Дастарханына ең бірінші ас атасы нан қояды, одан кейін әр қояды. Сол кел саған бауырсақ пісіріп үйретейін, жақындай бер қызым. Қызым, бұл бауырсақтың құрамы ұннан тұрады. Сүт құямыз, жұмыртқамызды саламыз, май құямыз жұмсақ болсын деп, және тұз саламыз. Секер сал жібереміз, дәмді болсын деп. Елей отырып, жаңағы бауырымыз бүтін болсын, ағайынымыз тату болсын деп айтып отырып елейміз. Сондай мағынада еленеді. Болғаннан кейін оны жазамыз қызым. Ұқтаумен жаңағы басып отырып жайлап жазамыз. Өзің жазып көрме қызым. Молодец. Және болғаннан кейін қызым бауырсақты пісіру үшін оның жаңағы формасын келтіріп оямыз. Дөңгелек етіп оятын себебіміз күн сияқты нанымыз жұмсақ болсын деп оямыз.
содан кейін қызым мына 7 түрлі тағамнан саламыз. Әрқайсысының өзінің мағынасы бар. Өзің салып отыра ал, қызым. Құрт ол тәмін келтіреді. Сала бер, сала бер. Ет ол тоқшылықтың белгісі. Қасықпен алып сала. Етімізді саламыз, тоқшылықтың белгісі. Және мына арпа бидайдан саламыз. Молшылы, дәрумен болсын, көжеміз дәруменді болсын деп. Келесі күрішіміз саламыз. Осылай 7 түрлі тағамнан салып, құрамы өте дәруменге бай көже болып шықты. Және оның тұзын келтіреміз. Тағамымызды сізге көрсетіп, дәмді болсын деп сізге салып және оны араластырамыз. Келіңіздер, ағатай. Келіп тұрмын. Нанымыз көп болсын, дастарханымыз тек молшылыққа жайылсын. Бауырсақтан алып, мынай деп алып жеймін. Балалар, бауырсақ, нан астынан Қызым пісірген бауырсақ. Дәмін көріңіздер ал. Наурыз көжеміздің дәмі қалай шықты екен? Қызым Хадиша дайындаған. Дәмді ме? Өте екен. Осылай, қызым. Ал ендеше әкемізден бата сұрайық дастарханымызға. Бисмиллахиррахманиррахим. Мол болсын, еліміз тыныш болсын, малымыз көп болсын, еліміз сау болсын деп. Ау.